Баршаңызға қайырлы күн. Краб салатының рецептімен бөлісетін боламын. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Крабтың пакеттерін алып тастап, екі бөліп, салон қығып тураймыз. Видеодағыдай қылып. Турап болған крабымызды ыдысына салатын боламыз. Огурциміздің керек емес жерін алып тастаймыз. Огурциді алып, ұзынша қылып турап, салон қығып турасаңыздар да болады қиғашынан. Или осылай екі бөліп, краб сияқты қылып, сөйтіп де турасаңыздар да болады. Қалауларыңызға қарап тураңыздар. Маған осылай қиғашынан тураған ұнады. Турап болған огурцимізді ыдысымызға салып, колбасамызды мясной дегенді қолдандым. Сіздер де осындай мясной дегенді қолданыңыздар. Огурциға құсатып, ұзынша салон қығып турадым. Сіздер де екі бөліп салон қығып турасаңыздар да болады. Ыдысымызға салып, жұмыртқамызды алып, ұзынша қығып турап, салон қығып турайтын боламыз. Осы краб салаты оңай, тез дайын болады. Аяқ асты қонақ келсе, бір пәсте дайын қыласыздар. Горохымыздың суын алып тастап, горохымызды салатын боламыз. Майонезді көз мөлшерімен өлшедім. Көз мөлшерімен өлшеп, қасығымызды алып, араластырып аламыз. Жақсылап өзіне келгенше. Дайындап қойған ыдыстарымызға салатын боламыз. Қалауларыңызға қарап салсаңыздар болады. Менде бұдан 4 тарелка болып шықты. Әсемдік үшін укропты қолдандым. Укроптың бас жақтарын алып, тығып, елка қылып істер әдемі көрінеді. Дастарханның да видін ашатын болады. Дастарханыңызға қойып, қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Парақшам пайдалы. Мені жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жауап беретін боламын. Рахмет.